Біз қазір бәрін жеңіл қабылдаймыз. Тәртіпсіздік пе? Әзіл ғой дейміз. Бірақ бір сәт ойланып көрдіңіздер ме? Біздің ата-аналарымыздың бала кезінде барлығы басқаша болған. Ол кезде әр ісің үшін өзің жауап беретінсің. Тәртіп бұздың ба, жазаланасың. Бұрышқа тұрасың, еден жуасың. Сол арқылы өмір сені тәртіпке, жауапкершілікке баулайтын. Осылай өскен балалар бүгін ата-ана болды. Бірақ олар әлі күнге дейін жауап беріп келеді. Тек бұл жолы өз қылығы үшін емес, баласының қылығы үшін. Бүгінгі балалар жауапкершілікті не екенін сезбей өсіп келеді. Өйткені олардың жасаған бұзақылығы үшін ата-анасы жауап береді. Біреудің қылығы үшін басқа біреу жаза алады. Бұл әділ ме? Бұл дұрыс тәрбие ме? Біз ересектердің арқасында жауапкершілікті сезбей өсіп келеміз. Бірақ бұның соңы неге апарады? Егер сен өз сөзіне жауап бере білсең, онда қоғамның да саған деген сенімі артады. Жауапкершілікті өзінен баста.